Сәлем достар, сіздермен бірге Скаврон арнасы. Бұған дейінгі видеоларымызда ең құпия жерлер деген видеоны тамашалаған шығарсыздар. Топ 5 рубрикасын жалғастырып, қазір болатын видеода топ 5 сізді ол жаққа мүлдем жібермейтін жерлер туралы айтатын боламыз. Арнада бірінші рет болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ласко өңірі. Ласко немесе кей жерлерде Ляско деп аталатын өңір Францияда орналасқан. Ол өзінің өте көрнекті наскалды суреттерімен ерекшеленеді. Бұл суреттерге шамамен 17300 жылдай болған. Суреттер негізінен жан-жануарлардың бейнесін қамтиды. Бұл өңір негізінен 1940 жылы кездейсоқ 4 жасөспіріммен табылған болатын. Найзағай түскен қайың ағашының астындағы кішкентай тесікті байқап, ол тесік астынан үңгірді байқайды. Бірақ ресми түрде 1963 жылдан бастап үңгірге халықты кіргізуге тыйым салды. Қандай турист болсаңыз да, ол жақтың күзетшілері сізді онда кіргізбейді. Тіпті сол жақтың күзетшілерінің өзі аптасына бір-ақ рет тек бір күзетші бәрін орнында тұрмекен деп бірнеше минутқа кіріп шығады. Бұның себебі кез келген антропогендік әрекет үңгір суреттері үшін өте қауіпті. Исе немесе Исе Дзенгу храмы. Бұл синтоистік храм Жапонияның Исе қаласында орналасқан және оны арнайы өздерінің Аматерасу атты құдайларының құрметіне салғызған. Негізінен алғанда екі басты және 125 кішкентай ғибадатханасы бар. Бұл храм синтоизмді ұстанатындардың ең басты жерлерінің бірі болып саналады, ал онда кіру қатаң тыйым салынады. Онда тек император әулетінен шыққан дін қызметкерлері ғана кіруге мүмкіндігі бар. Манесю хроникасы бойынша храмның ең бірінші дін қызметшісі Темму императорының қызы Окунохиме Мико болған. Пайнгеп Австралияның орталығында айдалада орналасқан әскери база. Бұл базаның тым құпия болған соншалық тіпті бұнда Австралияның ең үлкен шен-шекпенділерінің өзін кіргізбейді. Пайнгеп тағы да ақш-тың шетелдердегі ең үлкен орталықтарының бірі деген атпен де белгілі. Австралия мен ақш арасында бұл базаны құрастыру 1966 жыл басталған болатын. Құрылысқа 3 жыл кетті. Таңғаларлығы дәл осы базаның үстімен тіпті өздерінің ұшақ ракеталарының өтуіне де тыйым салынған. Парламент басшысы болған Хоук 1988 жылы бұл аймақты ақш пен Австралияның қорғанысын күшейтетін жердегі станция деп атап өткен. Гавайдағы Нихау экзотикалық аралдары. Нихау Гавай аралдарының ішіндегі көлемі жағынан 7-ші арал. Оған апаратын тас жол немесе темір жол салынбаған. Онда дүкен, кафе, ресторан, тіпті құбыр жүйесі мен су жүйесі жоқ. Нихауда тек бір ғана мектеп бар. Бұл аралдың ерекшелігі энергияны тек күннен ғана алады. 1864 жылы Элизабет Синклер Гавайя корольдігінен аралды сатып алады. Оның немересі Обри Робинсон 1915 жылы аралға ешбір адам кіргізбес үшін жауып тастайды. Ондағы мәдениетті тұтасымен сақтап қалу мақсатында. Қазіргі сәтте онда тек үлкен шенділер, американдық су флоты және осы аралдың тұрғындарының туыстары оның өзінде тек рұқсатпен кіре алады. Осы үшін де бұл арал тыйым салынған арал деген атқа ие болған. Ватиканның құпия мұрағаты. Бұл мұрағат Ватиканда орналасқан. Мұрағат негізінен алғанда Ватикан кітапханасымен бірге орналасқан. Мұрағат ішінде әртүрлі діни құжаттармен бірге мемлекеттік құжаттар, Рим папасының есеп-қисап қағазы және басқа да көптеген ғасырлар бойы жиналған қағаздар сақталған. 17-ші ғасырда сол кездің Рим папасының қалауымен Ватикан кітапханасынан бөлінген болатын. 1881 жылға дейін онда адамдарды кіргізуге мүлдем рұқсат етілмеді. Тек 1881 жыл ғана Лео 13-ші зерттеулер үшін ғалымдарды кіргізуге рұқсат берді. Құпия деп аталғанмен Ватикан мұрағатындағы құжаттар мүлдем құпия емес. Оны тіркелу және ұсыныс жіберу арқылы алдыруға болады. Бірақ мұрағаттың ішіне кіруге мүмкіндік жоқ. Тағы да айта кететіні, құжат көріңіз келсе, тек 75 жыл бұрынғы құжаттарды ғана ала аласыз. Сонымен бұл топ факт рубрикасы бойынша видео болатын. Видеомыз аяғына жетті. Ұнаса әрине лайк басып тіркеліп кетіңіз. Скавронның ВК парақшасындағы группаға тіркелуді ұмытпаңыз.